Шынайы оқиға желісіне негізделіп түсірілген қазақ эстрадасының жарық жұлдызы жігіттер квартетінің мүшесі Бағлан Әбдірайымовтың оқиғасы баяндалады. Шолу басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қоса кетті. Басында бәрі жақсы басталған. Ақша салды, 10 еселеп ұтып алды, тойлатты. Ертай және Асыл есімді жігіттер себеп болып, ойынның құмарына батты. Бәріміз білетіндей, үнемі сәттілік бола бермейді. Көптеген адамдардан қарыз болып бастайды. Продюсері Ерғалидан қарыз алып, әйелімен де ұрысып қалады. Кезекті казинода отырғанда бір ер адам келіп, дұрыс ойнамай отқандарын, 2 ставкадан ақ барлық ақшадан айырылып қалғандарын айтып, 1-2 кеңес айтқысы келгенде, Ертай ашуланып кетіп, онсыз да ұтылып көңіл күй болмай жатқанда, сенен ешкім ақыл сұраған жоқ деп ұрып жібереді. Асыл келіп, подставной схема туралы айтады. Бұл схема үшін барлық адамдар дайын, тек қана ақша табу керек. Ақша табуды Бағлан өз мойнына алады. Продюсері Ерғали өзінің көлігін маған сыйлаған деп өтірік айтып, залогқа қойып, қарызға ақша алады. Ойын басталғанда ары қарай жалғастырмайтынын айтып кетіп қалады. Көл жағасында ойланып отырады. Казинодағы қарыздарды қайтарып беріп, залогқа қойған, сыйланбаған көліктің де қарызын беріп, үйге келіп әйеліне қомақты қаражат беріп, қызымен бірге қыдырып, уақыт өткізетінін айтып, жұмысқа барып, концертке қатысқанын, осылайда әдемі әрі мәнді өмір сүре беруіне болатынын көрсетеді. Бірақ бәрі керісінше болды. Тағы да казиноға барып, бар ақшасын ұтылып, ішіп, мас болып, Асылға барып, ақша алады. Асыл 2 қызбен ресторанда отыр екен. Біреуі агентствода менеджер болып істейді екен. Әйелі Бағланмен сөйлеспекші болады. Не болып жатқанын, неге өзгеріп кеткенін сұрайды. Бірақ Бағлан ештеңе болған жоқ, бәрі жақсы дейді. Телефонына машина ойынына үміткер екені туралы SMS келеді. 30 ойын басталып, Бағланның жолы болып, көлікті ұтып алады. Асыл көлікті емес, ақшасын алайық, 2 машинамен шығамыз дейді. Бағлан көлікті алатынын айтады. Үйге келсе, Ерғали продюсері келген екен. Казино ойнап жүргенін айтқанда әйелі сенбейді, және Бағлан мойындамай іс-шаралар өткізіп жатқанын, жұмыс істеп жүргенін айтады. Ұтып алған көлікті әйеліне сыйлайды. Асыл хабарласып, казиноға шақырады. Бағлан ресторандағы қыздың номерін сұрайды. Бір кезде жолығып қалған кісіні көріп, амандасып, өткенде болған жағдай үшін кешірім сұрайды. Ол кісі өз басынан өткен шынайы оқиғасын айтып береді. Бар байлығын казиноға тігіп, ұтылып, әйелі ауырып қалғанын, баласы бар екен, баласы оны әке деп құрметтемек түгілі араласпайтынын, казиноға келіп қатты адасқанын, өкінетінін айтады. Қайтарда сол кісінің қатты мас болып, жолдың ортасында кетіп бара жатқанын көріп, шетке тоқтап, құтқарып үлгермей, басқа бір көлік келіп, қағып кетіп, жан тапсырады. Осы күннен бастап, жаңа өмір бастауға шешім қабылдап, өзіне көмекші алмақшы болып, менеджер қызбен кездесіп, ұсынысын білдіреді. Менеджер қыз Бағланның танымал екенін, мүмкіндігі көп екенін айтып, бірден келіседі. Қарапайым той емес, ірі іс-шаралар, концерттер ұйымдастыратын агентство ашады. Бокс жаттықтырушысы Бақтиярдан инвестордың номерін алады. Кофейне ашатын орын іздеп, барлығын тыңғылықты жоспарлап, дайындап, инвестормен кездесіп, $30,000 инвестиция алады. Әйеліне кальянный ашатынын айтып, мақтанып, бұдан кейін бәрі жақсы болады дейді. Сыртта бір еркек көлікпен келіп,
досының проблемасы шыққанын айтып алып кетеді. Асылдың черный схемасын біліп қойған екен. Казино бастығы минусқа кіріп, қарызданып қалыпты. Қаласаң Асылды құтқар, саған ешқандай претензиямыз жоқ дейді. Бағлан Асылды өлімге қимай, инвестордан алған бар ақшаны беріп кетеді. Кофейне ашылатын уақыт келеді. Инвесторға қиындықтар шығып қалғанын айтады. Инвестор оған 3 күн уақыт береді. 3 күнде кафе ашылуы керек, немесе ақшаны қайтарып беру керек. Мұндай былыққа ойын арқылы кірдім, енді ойын арқылы шығамын деп, агентствоға түсіп жатқан ақшаны, әйеліне берген көлікті ұтылып, Мейрамбек Беспаевтан қарызға ақша сұрайды. Мейрамбек Бағланға бермей, әйелінің шотына $1,500 жіберетінін және қарыз болмайтынын айтады. Ақшаны бер деп әйеліне барады. Әйелі ашуланып, көлікті де ұтылғанын, бұл ақшаны да ұтылатынын айтып ұрсады. Бағлан ашуланып кетіп, әйеліне қол көтереді. Кезекті казинода тағы да ұтылып жатқанда, телефонына хабарласып, анасының больницаға инсульт алып түсіп қалғанын айтады. Больницаға келсе, әкесі мен продюсері отыр екен. Кешірім сұрап, бұлай болады деп ойламадым дейді. Әкесі, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер дейді. Больницада отқанда әйелі хабарласады. Сенің кесіріңнен анамыз ауырып қалды. Сенің ойын ойнап, адасып жүргеніңді бәрі біледі. Мен сенімен ажырасуға арыз беремін дейді. Осы жағдайдан кейін де қайтпай, тағы да қарыз алып, тағы да бар ақшасын ұтылады. Осы кезде Ертай келеді. Бағлан одан Асылға неге көмектеспегенін сұрайды. Ертай Асылдың ақымақ екенін, оған неге көмектесуім керекпін дейді. Ашуланып, Ертайды ұрады. Ертайдың күзетшілері Бағланды ұрып тастайды. Мас болып, жолдың ортасында кетіп бара жатқанда, артынан көлік қағып кете жаздап тоқтайды. Көліктің артындағы көліктер бір-біріне соғылып, ішіндегі адамдар ауыр халде сыртқа шығып жатады. Осы кезден бастап өмірін түбегейлі өзгертеді. Қызына көңіл бөліп, оқуына барып, мешітке барып бастайды. Балаларға арналған іс-шаралар ұйымдастыратын орын ұйымдастырып, кәсіп бастайды. Жаттықтырушы Бақтиярға сырын бөлісіп, енді не істеймін, тығырықтан қалай шығамын, қарыздарды қалай жабамын дейді. Бақтияр досына көмектесіп, қарыз адамдарының алдына бірге барып, Бағланның қарыздарын қайтарып бермесе де, өзі кепіл болатынын айтып, кешірім сұрайды. Өз басынан өткен оқиғаны баяндап, кітап жазып, фильм түсіреді. Және өзінің қатты адасқанын, осы қателігін басқа ешкім қайталамаса деген оймен жазғанын, азарттың соңы азап екенін айтады.